Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Алда жаңа жыл келе жатыр. Балаларыңызды немен қуантуды ойласаңыздар, міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Осындай керемет пончик дайындайтын боламыз. Балдарыңызға нағыз жаңа жылға арналған сыйлық болып табылады. Оны жасау үшін біз ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Оның үстіне дрожжымызды саламыз. Дрожжымыз ерігенше шамалы араластырып, оның үстіне шекерімізді және ванильді шекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Енді оның үстіне жұмыртқамызды саламыз. Барлығы біркелкі болғанша араластырып, бөлме температурасында еріп тұрған жылы сары майымызды салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан соң електен өткізілген ұнымызды осы массамыздың үстіне салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыздың басы біріккенше мен венчикпен араластырып, одан соң қолмен қамыр иледім. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Әдемі болып, міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып қойыңыздар. Енді үстіне сұйық маймен қамырымыздың бетін тағы да жауып, көтерілгенше қойып қоямыз. 30-40 минуттан соң қамырымыз осылай әдемі болып, пышный болып көтеріледі. Оны алып, екіге бөліп, жаятын боламыз. Тым жұқа, тым қалың қылмаймыз. Бауырсақтың қалыңдығындай қылып, жайып шығамыз барлығын. Менде осындай кольцо. Осылай барлығын домалақтап кесіп алып, ортасындағы жаңағы пончиктің өзінің сәні сол. Ортасындағы кесігін менде осындай кремге арналған насадты. Соның көмегімен барлығының ортасының қамырын алып шығамыз. Міне осындай қалыңдық болу керек. Енді осы дайындалған қамырларымызды сүлгімен бетін жауып, 10-15 минутқа көтеріп қоямыз. Міндетті түрде көтеріп қойыңыздар. Өте керемет, жұмсақ болып шығады. Жасап көріңіздер. Енді 15 минут демалған қамырымызды қызып тұрған майда екі жағы қызарғанша дайындап аламыз. Нағыз балаларға мейрамына арналған өте керемет, тәтті болып шығады. Іші осылай жұп-жұмсақ, әдемі. Менде осындай қара шоколадқа батырып, барлығын шоколадымыз қатқанша қойып қоямыз. Балаларға міндетті түрде жасаңыздар, қуанып, тағы да деп жейтін болады. Менде осындай посыпка бетіне әркімнің өз қалауы, қатырылған жеміс-жидек сепсеңіз де болады. Өз еркіңізде міндетті түрде жасаңыздар. Каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басыңдар. Рахмет, ас болсын.